Кітап нөмір 183 Тайыр Жарықұлы немесе барша оқырман қауымға Жароков деген атқа ие болған Тайыр ақынымыздың кітабы «Күн тіл қатты» деген осындай өлеңдер мен поэмалар жинағы. Жалпы кітаптың өзі 253 беттен тұрады. Бастапқы 50 беті өлеңдері және қалған 50 беттен ары қарай поэмалар жинағы. Енді Тайыр Жароков, және айтып өттік, негізі Жарықұлы, яғни Жарықов, өзінің туған жерінде осы орыстың приходская школасында оқып жүрген кезде сол жердегі орыс ұстаздардың Жарықов дегенге тілдері келмей Жароков болып кеткен екен. Содан баршамызға Жароков деген атпен мәлім. Негізі Жарықұлы Тайыр 1908 жылы 26 қыркүйекте қазіргі Батыс Қазақстан облысы аумағында бұрынғы Астрахан өңірінде хан ордасында дүниеге келген. Сол жерде және 1965 жылы 11 наурызда Алматы қаласында 56 жасында сондай бір жаман аурудан о дүниелік болған қазақтың айтулы ақыны. Енді бұл кісінің соңғы жылдары туралы, жалпы соғыс жылдары туралы Әди Шәріповтің «Көргенім көңілге түйгенім» атты мемуарлық естелік еңбегінде осы кісі туралы көптеген Қайран Тәкемай деген бөлімі бар. Жалпы соңғы қатты ауырып жүрген кезде де Әди Шәріпов сондай үмітпен бұл кісінің жазылып кетуіне сеніп, бір жағынан тірек болып жүрген екен, бірақ сондай бір аурудан бұл кісі дерттен қайтыс болған екен. Енді жалпы бұл кітапқа енген өлеңдері 21 жасынан басталып 50 жасқа дейінгі өлеңдер енген екен. Бұл кісінің енді жалпы өлеңдерінің негізгі мотиві, негізгі мағынасы осы Советтің жаңағы өкіметі кезіндегі соның жетістіктері, астық, өндіріс, соғыс, ерлік жайлы көптеген, көбінесе ерлік, соғыс кезіндегі батырлардың ерліктері, тарихы туралы поэма дастандары бар. Бұл кісінің соғыс жылдарында кейіннен Қаскелең жерінде военком болғандығы туралы жаңағы Әди Шәріповтің естеліктерінен білеміз. Енді жалпы бұл кісінің туған жері Махамбеттің жері де болғандықтан Махамбет туралы өлеңдері, Нарын туралы, Нарын құм туралы өлеңдері өте көп. Жалпы сонымен қатар Совет өкіметі кезінің дәуірдің ақыны болғандықтан сол Советті жырлаған жерлері де көп. Енді ол үшін қазіргі тәуелсіз Қазақстанда тұрып жазғырудың орны жоқ десек те, енді бұл кісі мен одақтың менде ақыны сыбағалы деп әр өлеңнің соңында жырлағанда, енді ол өз дәуірінде сондай бір одақтың жетістіктерін, одақтың жақсы тұстарын жырлап өткен ақын. Енді айтып өттік, 50 беттен кейін поэмалар жинағы енгізілген. Көптеген поэмалары бар. Атап өтсек, Айқасу, Күн тіл қатты, Мұзды мұхит аңызы, Шекарада, Тасқын, Нарын, Қара мұртты Қаплан, Зоя туралы жыр, Астық, Қаскелең түліктері, Жапанды орман жаңғыртты, Құмдағы дауыл деген поэмалар дастандары осы кітапқа берілген. Енді әрқайсының сюжеттері, әрқайсының тарихы әртүрлі десе де, Зоя дегеніміз Зоя Космеденскаяның партизан қыздың ерліктері туралы 18 жасында соғыс басталып, сол соғысқа өзін арнаған батыр қыз туралы дастан. Одан кейін мұхит туралы, Магеллан туралы, онда жас кезінде анасы оның опат болуынан қорқып, оның жасайтын ерліктеріне сенбей, жанашырлық көзқараспен қарауы секілді және басқа да, енді әрқайсысын оқу керек. Нарын деген секілді поэмалар сол Махамбеттің ерліктері, Махамбеттің өткір қылыштай жырлары туралы сондай өлең дастандар бар. Жақсы, енді бұл кісімен де танысып өттік, өлеңдерін оқыдық. Алматыда үлкен бір көшеге аты берілген,
сондай совет өкіметі кезінде өмір сүрген қазақтың айтулы ақындарының бірі Тайыр Жарықұлы. Хош, енді келесі кітапқа өтейік. Келесі оқитын кітап бізге Жұмекен Нәжімеденов «Менің Қазақстаным».